Бәріне сәлем. Бұл эпизодымыздың тақырыбы қазақ әліпбиі. Бұл эпизодта сіздер әрбір дауысты дыбысқа тоқталып, оны жақсы ұғынатын боласыздар. Сондықтан біздің атымыздан ілесіп, ол әріптерді дыбыстап айтып үйреніңіздер. А, ал, жас, қала. Айда айнаға қарап тұр. Е, ерін, кесе, шешу. Ер адам есік ашты. А және Е әріптері сөздің барлық буынында кездесе береді. Мысалы, ана, аспан, ел, ереже. Кей жағдайда А әріпі Ә болып естіледі. Мысалы, жай, шәй. Ән, кәсіп, ләззат. Ол ән тыңдап отыр. Ә әрпі көбіне бірінші буында жазылады. Мысалы, әнші, кәсіп, әсем. Кей жағдайда бірінші буында тұрған Ә әрпінің әсерінен басқа буындағы А әрпі Ә болып естіледі. Мысалы, тәкаппар, жәмиля, ләззат. In Kazakh language, basically, we have 9 vowels, and they are divided into hard vowels and soft vowels. So to pronounce the letter O, you will use these two sides of your throat, and with the back of your throat, you will pronounce O. These two sides must stretch. And O also, you make the mouth like this, O. Дәл осылай қазақ тілін үйренгің келсе, біздің серіктесіміз italki-ді саған ұсынамыз. Қазақша немесе басқа да тілді үйреніп жүрсең, italki арқылы сен мақсатыңа, кестеңе және басқа да жеке қалауыңа сай мұғалімді таба аласың. italki платформасында мұғалімдердің жеке профильдерімен танысып, басқа тіл үйренушілердің пікірін оқи аласың. Және өзіңе арналған сабақ жоспарын құра аласың. Әңгімелесу, кәсіби деңгейде тіл меңгеру немесе емтиханға дайындалу, яғни өзіңе қажетін табасың. Тек қана Easy қазақ көрермендері үшін біздің жақсы жаңалығымыз бар. Егер italki платформасында аз дегенде 10 евро болатын сабақты брондасаң, онда бізден қосымша 5 евро жеңілдік аласың. Easy қазақтың сілтемесін осы видеоның астынан таба аласың. Ал сені italki күтеді. И, жиын, қиын, тиын. Мен оған бір уыс тиын ұстаттым. И әрпі сөздің барлық буынында кездеседі. Мысалы, ине, қиын, саяси. Оған қоса, И әрпі қосар дыбыс ретінде шығады. Мысалы, ми, тиын. Он, отыр, телефон. Ол орындыққа отырды. Өз, көз, төс. Ол өсімдіктерге су құйып жатыр. О және Ö әріптері де көбіне бірінші буында кездеседі. Мысалы, от, орамал, өсімдік, 4. Кей жағдайда бірінші буындағы Ö әрпінің әсерінен екінші буындағы Е әрпі Ö сияқты шығады. Мысалы, бөрене, көбелек. Уық, сурет. Маған мына сурет ұнайды. У әрпі дауысты да, дауыссыз да бола алады. Мысалы, жуан дауысты ретінде су, туыс. Ал жіңішке дауысты ретінде гу, келу. У дауыссыз дыбыс ретінде екі жағдайда кездеседі. Біріншіден, ол сөздің басында дауыстыдан бұрын келеді. Мысалы, уақ. Екіншіден, дауыстыдан бұрын немесе екі дауыстының ортасында болуы мүмкін. Мысалы, тау, тауық. Және ол жеке буын құрмайды. Ұстаз, ұшақ, ұзын.
Ол телефон ұстап отыр. Ö, үн, түн, түсті. Ол үн-түнсіз кітап оқып отыр. О, әріптері де әдетте бірінші буында кездеседі. Мысалы, ұлы, күн. Кей жағдайда сөздің ішінде және әріптері жазылса да, олар айтылған кезде о немесе болып шығады. Мысалы, бүгін, құндыз, орын. Ыстық, тыс, жарық. Олар жұмыс істеп отыр. Іс, піс, кісі. Ол киім ілгішке киімін іліп жатыр. Және әріптері сөздің барлық буынында кездесе алады. Мысалы, қыз, қалдық, іс, кірпік. Ал кей жағдайда сөздің ортаңғы буынында тұрған және әріптері түсіп қалады, яғни айтқан кезде олар естілмей қалады. Мысалы, абырой, мейірім. Экономика, эндемик, эскалатор. Елдар энергия үнемдейді. Ю, сүю, қою, бюджет. Кофе қою екен. Я, сия, акция. Ол боямақ бояп жатыр. әріптері де сөздің барлық буынында кездеседі. Олардың қолданысын үшке бөлеміз. Біріншіден, қазақша сөздерде олар дауыстыдан бұрын келеді. Мысалы, аю, қоян, ұя. Одан кейін орысша кірме сөздерде де жиі кездеседі. Мысалы, комедия, бюджет. Кей жағдайда әріпі сөздің басында кездеседі. Яки, яғни, япырмай. Изи қазақтың жұмысын ары қарай қолдай аласың. Ол үшін біздің мембершип платформамызға жазылып қой. Ол жерде біз әрбір шыққан эпизодқа сай оқу материалдарын жинап қойдық. Олардың ішінде жаңа сөздік, интерактив жаттығулар және аудио және видео материалдарды да жүктеп өзің қолдана аласың. Сонымен біздің бұл эпизодымызда соңына жетті. Сіздер бұл эпизодта қазақ әліпбиіндегі дауысты дыбыстардың әріптерін үйрендіңіздер. Ал егерде оның ішінде әлде біреуі сіздерге қиын немесе айтылуы қызық болып көрініп жатса, оны пікірге жазып өтсеңіздер болады. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.